Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Қысқа дайындық басталды. Бүгін мен екі түрлі вареньені жасайтын боламын. Негізінде әркім вареньені әртүрлі жасайды. Мен өз нұсқаммен сіздерді таныстыратын боламын. Ең бірінші кезекте бізге жидектерімізді жақсылатып жуып алу керек. Смородинаны осылай жақсылатып барлығын видеодағыдай тазалап аламыз. Келесі кезекте енді құлпынай керек. Құлпынайды да видеодағыдай барлығын жақсылатып тазалап алатын боламыз. Құлпынайды тазалап болдық. Енді келесі кезекте 500 грамм малинаны осылай алдын ала өлшеп алатын боламыз. Негізінде бірінші микс вареньені жасаймын. Бізге микс вареньеға 500 грамм клубника, 500 грамм малина, 500 грамм смородина керек болады. Одан кейін оларды жақсылатып жуып аламыз. Ол үшін бір ас қасық, жарты ас қасық содадан, тұздан барлық жидектерімізге видеодағыдай салып шығамыз. Одан кейін суды құйып, толтырып бір 10-15 минуттай суда батырылып тұру керек. Суды төккен кезде де қыздар қатты араластырмаймыз, сәл ғана араластырып 2-3 қайтара шаямыз. Өйткені малинамыз езіліп кетуі мүмкін, сол себепті батып тек қана 3-4 мәрте жуып қана қоямыз. Мінекей видеодағыдай бірінші малинаны жуып аламыз, одан кейін құлпынайға да толтырып жуып алып шайып аламыз. Бірінші кезекте микс вареньесін жасайтын боламыз. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер. Дәмі енді керемет болып шығады. Барлығының пропорцияларын бірдей қылып саламыз. Яғни 500 грамм клубника салатын болсақ, оған 500 грамм смородина, 500 грамм малина және де ежевикадан да қоссаңыздар болады. Яғни үйде қандай жидектер бар, барлығын қосуға болады. Дәмі енді керемет болып шығады шынымен де. Одан кейін блендердің немесе мясорубканың көмегімен барлығын осылай езіп шығамыз. Менде блендер барлықтарыңызға негізінде айтатыным осылай бір блендер алып қойғаны жақсы. Өйткені жаздай, қыстай блендердің көмегімен неше түрлі рецепттерді түсіруге болады. Видеодағыдай барлығын шайқап аламыз. Бір айта кететін жайт, менде вареньеларды қыздармен қайнатпаймын. Яғни дәл осы күйінде сақтасаңыздар, қыстай рахаттанып отырып шай ішетін боласыздар. Енді қантқа келетін болсақ, қантты мен бір 800 граммдай салдым. Яғни сіз тәтті болғанын қаласаңыз, бірге бір салсаңыз болады, немесе 1 килограмм салсаңыз болады. Мен 800 граммды салдым. 800 граммның өзінде менде тәтті болды. Яғни тәттілік деңгейі орташа болды. Одан кейін қасықтың көмегімен осылай астына үстіне қарай барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Міндетті түрде, бірақ та бізде бұл варенье 1 сағаттай бөлме температурасында тұру керек, яғни қант еру керек. Сол себепті мысалы жақсылап барлығын шайқап алдық па, бір 15-20 минуттан кейін тағы да бір араластырып қойған жақсы. Одан кейін тағы да, яғни 15 минут сайын араластырып, 1 сағат көлемінде біздің осындай вареньеміз дайын болады. Келесі кезекте менің ең сүйікті вареньеларымның бірі ол малинадан варенье. Оны да қыздар қайнатпаймын. Блендердің көмегімен осылай видеодағыдай барлығын біркелкі етіп езіп аламыз. Барлығы езіліп болғаннан кейін барып қантты қосамыз. Қантты бірге бір қосу керек, бірақ та мен 1 килограммдық малинаға 800 граммдық қантты қостым. 800 грамм қантты. Өйткені бірге бір қоссақ өте қатты тәтті болып кетеді. Сол үшін де бірге бір 700-800 граммдай да қосқан жақсы. Бірақ та егер де сізге тәтті варенье ұнаса, бірге бір қоса берсеңіздер болады. Мінекей қанттан да саламыз. Оны да дәл солай бөлме температурасында 1 сағат қалып қоямыз. Дәмі өзгеріп кетеді, үсіп кетеді деген жандар болса қыздар, мен бұл вареньені 3-ші жыл қатарынан жасап жатырмын. Дәл осы әдіспен еш нәрсеге уайымдамаңыздар, ешқандай да үсімейді. Керісінше кәдімгідей свежий вареньені, яғни свежий малинаны жеп отырған сияқты боласыздар. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сонымен қатар енді менің YouTube каналымда қысқа дайындық басталды. Келесі видеоларды да әртүрлі салаттарды, банкілерді рецепттерін YouTube каналымда назарларыңызға ұсынатын боламын. Сол себепті қоңыраушаның белгісін басып қойыңыздар. Қандай да бір жаңа рецепт шықса, осындай сізге бірден хабарлама келетін болады. Сонымен қатар мен 500 граммдай малинаны осылай алдын ала қатырып алдым. Бұл контейнерді қыздар мен Pinduoduo сайтына заказ бердім.
кәдімгідей Pinduoduo сайтынан негізі барлық ыдыстар тиынға келеді. Мына видеодағыдай кувшиндардың барлығын мен сол жақтан заказ беремін. Өйткені бұл жақтан, өзіміз жақтан дүкеннен алсақ, 2 есе бағаға қымбатқа аласыздар. Сол себепті жақсы ыдыстарды көріп атсаңыздар, скриншот жасап Pinduoduo сайтынан заказ берсеңіздер болады. Мінеки малинаны қатырып алдым. Бұл малинаны қыстай мен пирогтарға, меренгаларға және де әртүрлі смузиларға пайдаланатын боламын. Осылай алдын ала малинаны, клубниканы, смородинаны барлығын қатырып алып, зигзаг пакеттерінде сақтайтын боламыз. Енді мана бізде дайын болған вареньемізді арнайы контейнерлерге құйып бастаймыз. Негізі осындай одноразовый контейнерлерге құйған жақсы, сол кезде алуға да ыңғайлы болады. Яғни қатты үлкен керек емес. Кішкене банкілерге де сақтауға болады, агушалардікі сияқты. Сол кезде бір баночкасын пайдаланып, қалған баночкалары тұрады. Ал үлкен ыдысқа салсаңыздар, оның барлығын еріту керек. Ол қайтадан ериді, жібейді. Яғни біз вареньемізді бұзып алуымыз мүмкін. Сол себепті осындай шағын контейнерлерге пайдалануға кеңес беремін. Барлығын енді құйып, мұздатқышқа сақтап қоямыз. Қыстай қалаған уақытыңызда вареньеларды алдын ала 1-2 сағат бұрын бөлме температурасында ерітіп, одан кейін пайдалана береміз. Сіздермен бірге болған Гаухар. Рецептіне лайк басамыз, ас болсын.